Негізі сенің әйелің болса вообще TikTok жүргізбеуім керекпін да? Ал маған принципиально важно сенің тағуың. Да? Ал мен типа тақпаймын осы моментке дейін. Көп ұрыстарда ең бірінші кім келеді? Ол еркек қой, ол бірінші менен кешірім сұрау керек қой деген принцип болатын еді. Сен сияқты адаммен танысу интересно было. Сондай да қыздар бар ғой көп. Жігіт ең бірінші там келу керек, жігіттен бірінші подход болу керек. Периодически келсем, но олай болмаса да нормальный болуға болады. Осыған көп адамдар түсінбейді. Қалай сендер там на расстоянии? Это типа қалай жүрсіңдер? Бұл ситуацияда мен плюстарды іздей бастадым. 9-дан 6-ға шейін жұмыс істеп, немесе вахтада жұмыс істеп, 7-де келіп, үйге жерге күйеуге шыққысы келетін қыздар, вы должны быть готовы на то, что ол кісінің сенімен жүруге мүлдем уақыты болмауы мүмкін. Егер сен әдемі бай өмір сүргің келетін болса, онда осындай моменттерге де кішкене спокойно дайын болып қарау керек та. Бұрында сен қашан звондайды деп жүретін едің ғой. Сен звондамайсың. Ренжимін соған. Алам да, өзім ақ звондайсың. Я болды ғой, осы нәрселерді неғып қиындатып жүретін ше. Білдім ғой мен. Сәлем, ребята. Бүгін бізде подкаст. Бүгін көптен күткен, ең көп адам сұраған, ең қызық, ең крутой выпуск болатын сияқты, потому что менде бүгін қонақта менің әйелім, менің женам, Дикош Пош, Динара Бейсен қонақта. Рахмет. Күшті таныстырдың ғой. В общем, ребята, бүгін біз семейные ценности, отбасы құндылықтары туралы біз қалай араласамыз, там что, как осының бәрі туралы сөйлесетін боламыз. Сондықтан да подкаст соңына дейін көріңдер. И еще подкасттың соңында, кстати, гендер пати істейміз, мини гендер пати. Көресіңдер, в общем, бала ма, қыз ба, менің әйелім қазір бізде Құдай қаласа екіншісі келатыр. Қанша ай? 7 ай болды ма? 7 ай уже. 7 ай и екіншісі келатыр. Реально өзімізде көрмегенбіз 7 ай болса да. Не үшін біз гендер пати мини істеп жатырмыз? Потому что менің әке шешем рұқсат бермейді бұндайға қарсы. Алдын ала немене бәле ол елдің бәріне көрсетіп, туылмай тұрған баланы аман есен дүниеге кебасын деп айтты да, тағы деп айтты. Но енді біз қатты бір үлкен де қылмай, кішігірім, ешкімді ренжітпей. В общем, сөйтіп айтады. Сол үшін біз Инстаграмға күшті қылып істеген жоқпыз. Әйтпесе супер идеяларымыз бар еді. Күшті бір инфоповод еді, по идее. Блогерлердің бәрі істеп жатқан. Бірақ менің әке шешемнің қарсылығымен ондай нәрсе істемедік. 7 айға дейін білмедік. Соңында бірге білетін боламыз. Ең бірінші, кеттік, мына нәрседен бастайық. Екеумізді пара екенімізді біліп, көп адам таңғалады. Көп адам білмейді да сонда типа пара екенімізді ше. И білген кезде, вау, күшті, сендер парасыңдар ма не? Типа маған айтады, Дикош Пош, сіздің әйеліңіз ба не? TikTokта Дикош Пош болып таниды ғой енді, осы жақтағыларда көріп отқан шығар. Саған да примерно сөйтіп айтады, саған қалай айтады? Маған онша саған қатты айтпайтын шығар. Мен көп адамдармен қазір общаться ете бермеймін ғой, былай. Орталарда жүрмеймін ғой. И вообще сен бұл не үшін ондай деп ойлайсың? Неге бізді пара екенімізді біліп таңғалған адамдар сонда неге білмейді? Наверное, мысалға сен бизнес-блогерсің, жүресің, анау-мынау. И менің именно TikTok'ымда домашний вайб қол жерде. Негізі былай сай келмейді да, мен ол кезде айта берем, әңгімемді айтам, арасында жеңіл әңгімелер де болады деген секілді. И сондықтан да кішкене диссонанс болып қалатын сияқты да. Короче, мен как будто негізі сенің әйелің болса вообще TikTok жүргізбеуім керекпін да. Тек Инстаграмда әдемі өмірді көрсетіп деген секілді ше, суреттерді. Ол жерде мен қатты ашықпын ғой, айта берем. Неше түрлі тақырыпта әңгімелерді, мүмкін сол үшін шығар. Мүмкін типа ожидание, типа анандай картина көргісі келеді да, ал реальностьта басқаша. Восхищаться етіп таңғалатын сияқты во многом, мне кажется, типа, блин, круто деген сияқты ше. Сендер сонда парасыңдар ма не деген сияқты. Біз или совместно көп нәрсе самаймыз ба? Ол да бар, вообще самаймыз ғой. Мысалға, қазір біз жолығып атқанымызға бір ай болды ма, бір айдың ішінде қаншама трендтер өтіп кетті. Біз оны түсірмедік. Мысалға ше, сондықтан да кішкене инстада да аз да касание, наверное. Если бір жыл бұрынғымен, 2 жыл бұрынғымен салыстырғанда қайта қырғын салынатқан сияқты. По ощущениям ондай емес па?
сондай шығар. негізінде. Бірақ қатты да көп емес та. Иә, одан да көп болуға болатын еді, кәдімгі Иә. семейный блогер болуға болатын еді. Семейный блогер болатын болсақ, біз вообще көп аудитория жинайтын сияқтымыз негізі. Негізі сондай бір нәрсе түсірсек. Ол фишканы әлі қолданбадық деп ойлаймын мен. Иә, вообще оны қолданбағанбыз. И даже мені әйелім бар екенін де былай білмей қалып жатады кейбір кезде. Вот. Мынаусы жоқ қой. Иә, кстати, мен ондай тақпаймын. Таққым келмейді. Ұнамайды маған таққан. Почему-то. И типа, саған ше ол қалай мен тақпаған? Ну, басында не очень болды. Сөйтіп мен ойладым, ең главный адам жүрегінде, миында білсе болды ғой ол. Но бізге как әйел ретінде, украшение ретінде тұра береді да, короче. Ал маған принципиально важно сенің тағуың. Да? Ал мен типа тақпаймын маған. Не үшін? Мысалы, мен қарасам, мысалы, адам и так та біледі ғой. Ну, күйеуі бар екені. Жоқ, ну сонда да типа это типа важно қызға тағу, ал балаға, я думаю, типа тақпауға да болады деп. Ал сіздер комментарийға жаза кетіңіз. Қалай ойлайсыңдар, в общем. Окей. Мәшін мен сен таққаным қалайсың ба, не? Айтпағасың маған просто. Иә, тақпасаң, почему тақпайсың дейтін едім. Сен тағып жүргеннен кейін айтпаған шығармын просто. Кетті, окей. Біз қалай таныстық, в общем. Давай, сіздерден қалай біз таныстық? Қақта таныстық? Бизнес-центрде мен жұмыс істейтінем. Бизнес-центр Астана, Шымкент қаласында. И просто коридорда тұрдың ба сен, отырдың ба, тұрдың ба, сояқта коридорда жүрген, в общем. И маған кеп, Есімхан, мобилограф, контент-мейкер, бәрің білетіндер білет. Сол, таныса аласың ба деген сияқты. Ал мен қыздармен нифигово танысам, по идее, типа. Вообще проблема жоқ. Там, любой жерден там сөйлесіп, танысып кете берем. И барым да, ой, вообще фигня ғой деймін да, барып танысам. Сөйтесің да сен не дейсің, номер бер десем, ақша дедің бар бәле дедің ғой, ә? Сол кезде менде просто настроение анандай болып тұрған еді. Бәрібір болып тұрған еді да. Типа ол келе ма, кете ма, ала ма, ондай. Вообще, типа, не жоқ еді. Иә. Сындырып алу деген менде де жоқ еді, короче. Ол кезде түрі де онша емес еді. Не сказал бы. И, короче, сөйтіп танысам, сонымен тұрып, давай мақұл деп, жаңа, кофеге дейін ба, в общем, сөйтіп номер аламын ғой, бір нәрсе, кофе ішейік дейін ба, сөйтіп. Иә, звондаймын, жазаймын дейсің, аласың, сосын жоқ болып кетесің. Сөйтіп жоқ болып кетем, сосын қайттан жазам ба? Жазасың. Сөйтіп жолығам сразу, иә? Сен үй жағыңа барам ғой? Иә, пычыт болып келеді. Иә, үй жағына. Айтайын ба? Үй жағына бәрібір барасың. Жоқ, мен да, мысалға, мен енді мақұл. Душқа түсіп, дайындалып, боянып, нормально киініп шығам. Келеді да, маған айтады, мына жаққа шыға бер дейді маған. Еще үйден алып кетпейсің ғой сен мені ол кезде. Мадленнің алдына алып кетесің ол кезде. Шаршаған, аппағанындай футболкасы сағат где-то 6-7-лерде, оказывается, Саят ол кезде вебинардан шыққан екен шаршап. И бәрібір келе саған ғой. Вебинардан шыққам, вообще өзім, енді мен всегда сөйтіп жүретін тұғым, бірақ сөйтіп жүргенде қалай, типа, енді оған дайындалып, не істемейсің ғой, мені просто всегда күшті қылып кететін еді. Ал бұяқ кәдімгідей дайындалып шыққан ғой, сөйтсем, конечно, маған қалай дайындалмауға болады, мысалы да. И сен дайындалып шыққан, мен былай бара салам, и вообще, типа, магазиннен барам да, сол кезде магазиннен барып, сосиска в тесте алам. 2 сосиска в тесте алам. Тағы не аласың? Сосын жаңа не алам, жоқ, сосиска в тесте и пирожки, сушняк, әшейін. Сөйтеміз да, барып дворда отырамыз, короче. Күшті сушняк алып қойған ғой. Иә, и, короче, барып дворда отырамыз. Дворда анандай беседкада отырам, мен в шокемін. Қалай? Как минимум дендропарк қой негізі. Как минимум. Или бір жаққа бару. Ол кезде машинасы да жоқ еді, ол кезде. Иә. Машина жоқ еді. Просто ол кезде тек қана уверенность бар еді, амбиция бар еді, желание бар еді. Ондай адам бір шет көрді. Ол кезде мен, кстати, 20 миллион минусқа кіріп кетіп, машиналардың бәрінің, ақшаның бәрінің жаңағыдай банкротствоға түсіп, қиналып атқан кезім, негіз, қайттан шығып атқан кезім. И менде машинада ештеңе жоқ, сумкам бар, бағанағыдай ғой, әшейін домға бара салам. И отырамыз, әңгіме қыламыз, сонымен басталған бәрі, сонымен кетті бар. Сол кезде біріншісі, я вот в точь помню сол моменттерді бар емес пе ше. Сен отырасың,
бір ақылды әңгімелер айтқысы келеді, сол кезде де бар емес па ше, сөйтіп айтады, сен өзіңнің өміріңді 3 жылдан кейін 5 жылдан кейін қалай елестетесің дейсің. Ондай сұрақты мен өмірімде бірінші рет алып тұрмын да, енді мен ана жақта төпет етпей жауап беруім керекпін ғой, типа осындай үй, карьера, бала шаға деп айтам, о деп қоям. Уже сол кезден не қылды да, менде анандай бір басқаша сезім болды, короче. Сразу сол кезден бастап ұната бастадың ба сен, сонда типа блин, мына сұрақтың өзі тұлға ретінде типа нифиговый сұрақ қойды ғой, мынау ашын емес қой сұрақ деген сияқты. Айтпесе сұрақ енді қатты күшті сұрақ деп айта алмайсың. Ну бірақ адамның 5 жылдан кейінгі өмірін қалай елестететінін немесе қандай нәрсені армандайтынына қарап білуге болады. Сол кезде мен саған бір нәрсе істедім ғой. Иә, шаршап тұрмын, анау мынау болды да, и короче кеп басыма массаж істеп бердің ғой сен, басыма массаж істеп берді. В общем, сразу бірінші кездесуде сразу и кетті. Білмеймін оны не үшін істегенімді. Просто немен болды, чувстволармен болды. Интуитивно кетіп қалдым. Ұнады ғой бірақ саған, ол саған ұнады ғой. Енді типа эмоция қалдырды ғой ол. Ол эмоция қалдырды ғой, по-любому қарса, мысалы әлі есімізде, значит, это ол эмоция қалдырған. И кетті, солай сөйлесіп жүріп, бір күні маған жұмысқа келді. Ортаның как раз енді басталып атқан кезі, ортаның енді развитиясына кезінде мен партнерім бар, Алтынхан, и наяқтан Есімхан бар қасымда, и осы Динара кеп қосылды, бір қыз, менеджер, ассистент, бәрі болды ғой, общем, біздің компанияда. Тіркейтінде, звондап, сататында, сату менеджерда. Міне, Алтынхан таргет жіберетін еді. Сен презаға бірге дайындалатын едік, и мастер-класс өтетін едің. Есімхан анау видеолар түсіретін еді. Қалған бәрі? Короче, менде ортада негізі 9 адам жұмыс істеп жатқан. Бір моментте 9 адам жұмыс істеп жатқан. И бір мастер-класс істейміз да біз. Сол мастер-класстан кейін мен психанул, и сол күні тұрамда 8 адам жұмыстан шығар жерем. И менің қасымда тек қана Алтынхан партнерім ғана қалады. Ол кезде сөйтіп маған уже адам керек болады. Звондайтын, сататын, тіркейтін, көп қой енді, как админ болып жұмыс істейтін. И сол моментте, сол күні шығарып жерген бәрін, и сенімен кездесем, паркте отырамыз, общаться етеміз, сол жерде мен айтам, и бұл тұрады да, давай онда мен саған көмектесем деп маған қарай жұмысқа ертесіне уже келесің ғой сен сразу, по-моему, келді. И содан бастап біз бірге жасадық, бірге жұмыс істедік, бірге көтерілдік в целом. Ана бір момент айтып кетсе, қазір сәл есіме шығып тұр да. Қазір отношение туралы айтып жатырмыз ғой. Типа менен қандай подходтар болды сол кезде. Менде мынандай болды, короче, айта салайын. Саяттар басында таныспағалыға дейін лифтқа былай бір этажда болған көрем ғой, мен сәлем достар. Маған это было типа кринж болатын еді сол кезде. Тірліктердің ше, вебинар түсіреді, бір хромакей тұрады, бір нәрсе деп айтады, даму деп айтады, стористар түсіреді. Мне было все это не болды анандай. Басқаша әлем болды. Мне было интересно. Типа сен сияқты адаммен танысу интересно было. Сөйтіп ары қарай жаңағы В общем, сөйтіп бізге жұмысқа келіп, короче, бүйтеді. Жұмыста келіп бір-екі есте қалған моменттер, жаңа эмоция қалдырған моменттер ғой сонда. В общем, мен негізінде я считаю, что мені сындырып алды деп негізі ше. Ну, окей, да, 50 на 50, наверное. В общем, менде мақсат болған, план болған. Қандай? Типа блокнотқа жазған мен. Мен сындырып алды ма? Типа да. Ой, ана, мысалы. Ол кезде мен ол нәрсені неосознанно жасаппын, Саят. Типа әдейі емес, көріп осындай жасамдар емес. Мен бүйтіп жазып қойғам, кәдімгідей, я помню, коктейль бір нәрсе беру, футболка с надписью беру деп ше, галочка ұрып бар емес, бәше осылар жасағам. Короче, маған футболка сыйлаған с надписью өз жазып, сосын кетік бәрін таста. Кетік бәрін таста деп, ол кезде біздің атымыз сондай еді, слоганымыз. Сосын я помню, жаңағы қарбыз. Дарбыз көтеріп келген офисқа. Ойландыршы, офисқа дарбыз көтеріп келген. И кесіп там дарбыз жейміз. Сосын коктейль істеп беріп, там когда біз вебинар өтіп болған кезде, когда біз шашаған кезде, там то еще. Осы кезде дұрыс түсінбей қалмасын деп ойлаймын да. Нет. Сындырып, ол кезде сенің онша бүйтіп сындыратын да. Негізінде жоқ, просто ол ашын от души болған нәрсе сияқты. Типа от души просто, когда сенде мысалы болуы мүмкін ғой қыздарда сондай, мысалы істегің келеді. И типа
почему бы и нет да? И ол андай ғой барып сындырып алу, соны жағымпаздану болып көрінуі мүмкін біреулерге. Это же не так, по идее. Ну, мен соны ол не так деп түсінемін, если честно. Типа, просто захотелось. Қалады и жасады. Сондай болды менде. Да. Это было классно. Что, типа, солай, в общем, кетті, и солай біз қанша жүрдік біз? 2,5 жылдай ма? 2,5 жылдай ма жүрдік біз. И күнде кездесеміз. Сен жұмыста біргеміз ғой. Жұмыста адамның кім екенін білесің ғой, бір несі. Жұмыстың бір жақсы жері, сен кімнің кім екенін жұмыс жасағанда білесің. Сапарда білесің, и бірге жұмыс жасағанда. И полный бір-бірімізді білдік қой, там мінезімізді. Саят мені өте көп жылатқан. Аптасынан 2 рет көзім қызарып келетін әңгімеге. Қой, аптасына 2 рет емес шығар. Айына 2 рет десейші. Жылатпаған. Аптасына 1 рет. Осыны неге қосыңдар? Жылатпаған кездерде болған, жылатпаған. Қой, қуантқан кезім көбірек, бірақ. Так считаю. Мен оның жақсы жағын айтайын деп жатырмын ғой, Сая. Жылап, мен эмоциональды не едім ғой, андай жылап қала берем. Сөйтіп үйрендім ғой мен ұстауды, эмоцияны ұстауды жаңағы. Бірақ ол по работе ұрсатын едім ғой мен, дұрыс емес нәрселерге. Көбінесе, Көбінесе по работе кететін еді, ну, и по работе болғаннан кейін отношенияға да влиять етіп кететін кездер болатын, негізі. Вот. И вот солай жылап қалса да, бірақ енді жүрдік қой бірге, в общем, жұмыс істедік, солай болған, в общем. Енді кеттік ары қарай. Қазір енді содан кейін 2 жыл, кейін үйленгенімізге уже қанша жыл болды? 3 жыл болды ма? 4 жыл. Сонда қазір бізге уже 6 жыл ғой бірге жүргенімізге, 6-7 жыл болды бірге жүргенімізге. Ана, бір рет не алғанын айтпайсың ба? Не алғанымды? Не алғанымызды? Было дело, ондай да болды, енді ол отношения болғаннан кейін ұрыс болады, не болады. Бір қатты ұрыс болғаны бар, андай, үйленердің алдында ол. Үйленердің алдында, кәдімгідей біз тоқтатқандай кез болған тұғын. Сол кездің алдын мен сұрағам. Типа, Саятпен қатты көп жүрген екен, мен бауыр бас қалдым ба? Типа, или мен жақсы көріп қалдым ба? Мен өзім чувстволарым түсінбейтін, сол кезде өте көп ұрыстар болатын еді бізде. Сөйтіп барып, короче, да нет болсыншы деп ойлағам ғой мен, Алладан сұрағам. Сөйтіп барып, біз ұрысып қаламыз, қырылсамыз, сосын жоқ болып кетеміз. Сосын бәрі жұмыс істеп жүрген кезде мен түсінем, то что мен, оказывается, бұл адам шынымен жақсы көреді екенмін. Мен жылай берем ғой. И вообще, давай осының әңгімесіне келіп жатырық қой, мысалы, қазір енді қанша 7 жыл болды ма бірге жүргенімізге, енді үйленіп үй болып, қазір 2-ші бала шаға туайын деп жатыр. Сонда да осы моментке дейін көп ұрыстарда ең бірінші кім келеді бізде? Сен өзің келем деп ойлайсың ба? Жоқ, сен келесің ғой. Негізі көп десе, жоқ, негізінде мысалы мен жаңағындай қырсықпын, қатты қырсықпын. Кешірім сұрамайды. Кешірім сұрауым қиын. Сұраймын, бірақ сұрайтын моменттерді конкретно виноват болып тұрасың ғой, сұрайсың ғой. Но, если честно, көп жерде там процентов, даже 70-80% дейін. Сен келесің ғой. Моментті былай түсіндіре аламын. По сравнению алдыңғы жылдармен ұрыс аз, кішкене. Шүкір. Сосын мен енді тұрмысқа шыққан кезде ұрыс көп еді ғой. Анау үтіктелмей қалады, аяқ киім жуылмай қалады, анау-мынау. Сол моменттердің барлығын, короче, сен жынданатын моменттердің барлығын мен түзеп жүрдім да, короче. Киімдерін жинап қоям, бүйтіп қоям. Сөйтіп жайлап азая бастады, короче. Сөйтіп менде басына болды, ну, ол еркек қой, ол бірінші менен кешірім сұрау керек қой деген принцип болатын еді. Сөйтіп, мен ренжіп қалсам, сен одан ренжімай ренжисің да, короче. Мен саған Саятқа ренжуге болмайды, это как бы ол подход өтпейді. Саған ренжисең, типа сен келіп, ой, сен ренжіп қапсың ғой деп айтпайсың да, просто мен оны түсініп алдым. Ол қате екен, короче. Лучше ренжімеудің амалын іздеу керек екен сол жерде. Лучше ренжімей-ақ қоя салу керек, потому что по-любому сен кешірім сұрамайсың, келмейсің. Берде ойлауы мүмкін, нәрде қыздар бар ғой көп. Жігіт ең бірінші там келу керек, жігіттен бірінші подход болу керек, қандай не болса да жігіт келу керек дейтін. Ну, периодически келсем, но олай болмаса да нормальный болуға болады. Вот соны айтқым келеді. Мен мысалы үйтіп Динара менің өзі бірінші келгеннен ол ұтылып қалатқан жоқ негізі. Выигрывает, қайта ұтып жатыр деп ойлаймын мен. Мысалы мен больше ценю. Честно, там больше ценить етем, бағалаймын, қатты құрметтеймін, қатты
просто мені түсінгеніне. Мен енді бұл әбден сондай мәселе зерттейсің ба, сен не істейсің? Жоқ, мысалға ол всегда сен кешірім сұрау деген сөз емес. Әртүрлі күйеу бар, адам бар деген секілді. Именно сенің жағдайыңда сол подход дұрысырақ. Егер де сіздің күйеуіңіз тоже Саятқа ұқсайтын болса, примерно алуға болады пример ретінде ше. Саят өзің кінәлі екенін сезіп тұрады да, бірақ айтпайды. Ол мен оны білем сен үйтпейтініңді ше. Сөйтіп барып, мен де сен жақтан да болады. Сосын екеуміз бірге жатып ұйықтаған кезде, короче, уже сол кезде жаңағы не болады. Типа бөлек жатып бөлек кет қалу деген жоқ та, короче. Сол кезде жатқан кезде негіз көп ұрыстарымыз сонымен құшақтасып не алған, шешілген. Ну да, енді солай шешіледі ғой. Құшақтасып типа, иә, барлық ұрыс негізі солай шешілу керек қой негізі. Ал қазір енді біз Алматы, Шымкент былай жүрміз ғой енді по работе. Осыған көп адамдар түсінбейді. Қалай сендер там на расстоянии? Это типа қалай жүрсіңдер? Сен қалай осы мәселені шештің, қалай, как к этому ты относишься деген? Қанша уақыт болды вообще осының барлығы? 1 жылдан кішкене асып отыр. Басында қатты серьезно қабылдамайтын едім. Қазір бітеді, енді бітеді деген секілді жүрді. Сөйтіп уже бара-бара, оказывается, созылып жатыр бұл дүние. Сөйтіп барып, бұл дүние болғанда, ребят, мен типа әдейі созылып ана не істеп жатқан жоқ негізі. Мен Алматыда қазір работаю, мен Құдай қаласа үй алатырмыз, Алматыдан Алла қаласа биыл көшіп келеміз, полный бәріміз. Мен бәрін тезірек, как можно быстрее Алматыға келгім келіп жатыр. Просто мен сондай адаммын да, что все или ничего. Мен қазір Алматыдан әшейін үй алатын болсам, алып қоятын едім қашан. Мен Алматыдан просто үлкен арманымдағы үйді алатырмын, и маған кішкене соған уақыт керек болып қалатыр. Вот из-за этого ол үй еще салынып жатыр. Құдай қаласа уже Алла қаласа жазға дейін аяқталады, и я думаю, бәрі уже переедут. Вот ары қарай. Сосын сен жоқсың, бұл ситуацияда мен плюстарды іздей бастадым, короче. Өзіме көбірек көңіл бөле бастадым. Ішкі, сыртқы, жұмысқа деген секілді. Сосын барып, енді бұл нәрсе тоқтайды ғой, біліп тұрмын ғой, мен айтып тұрсың, сөйлесіп тұрмыз. И бұл нәрсені қазір бұрынғыда қараған кезде көбірек онлайн сөйлесеміз. Жазып жіберем деген секілді. Видеозвонокпен. Вот. Басында көп қыздар айтатын еді маған, кәдімгідей болмайды, ол дұрыс емес, дырым-пырым деген секілді бар емес па? Сенімділікпен не болып тұр ғой жаңағы. Осы нәрсе. Сабырлылық екеуі. Я, мен бұл нәрсені кішкене там более мудрость деп ойлаймын. Енді армияға кеткенде де күткен ғой, соғысқа кетсе де тағы да басқа. Енді біз бірақ айына 1-2 рет по-любому кездесіп тұрмыз ғой негізі енді. Конечно, бұл онша емес болуы мүмкін. Ну, мүмкін емес, это точно. Но это временно. И маған осындай бір пространство мен уақыт беріп жатқаны жұмыс істеуге. Я думаю, типа, осының өзі үлкен поддержка, осының өзі үлкен энергия. И мен дальше даже большего хочется делать, большего отдавать деген сияқты көбірек бергім келеді. Мысалға. И то мен осының бәрін осы екеуміз отбасымыз үшін істеп жатырмын ғой негізі, Алматыдағы движухалардың бәрі ше жасалып жатқан жұмыстар. Мысалға сен өзің айттың ғой, Алматыны жаулаймын деген секілді бар емес па? Но это неизбежно, да? Мысалға, сен сондай бір нелерің бар, анандай мақсаттарың бар. Егер де, мысалы, қалай мен сияқты жігітпен там бірге болу, тұру, жүру вообще, типа, мен енді амбиция ғой. Өйткені, сен, мысалы, мен жан-жақты дамуым керекпін. Хочу, не хочу. Это бірінші духовно, екінші ментально. Сен мысалға, мен саған білесің ба, там әдейі көрем ғой иногда интервью, подкасттар, чтоб тебе там инсайттар айту үшін бар емес па, кітаптарды бар емес па, чтоб было о чем-то сөйлесуге, короче, сен темаңда. Ол маған да қызық, саған да қызық. И мен өзімнің жаңағы физически тоже самый дамытып отыруым керекпін. Өйткені сен эстетсің, Саят. Әдемілікті жақсы көресің, мысалға бар емес па? Бейтіп кетсең, короче, не очень болып қалады. Духовно, ментально, морально, физически осы 4 жақты дамытып отыру маған келді ғой, короче. Түсіндің ба? Ол өте үлкен рөл. Сен хотя бір жақтан дамай қалатын болсаң, сен и так та өсіп жатсың ғой қазір. Мен Шымкенттемін да, мен өзімді қинап өсірдім негізі. В общем, оңай емес дейсің ғой. И мысалы сен азан кешке сағат бір жақта жұмыс істеп, 9-дан 6-ға шейін жұмыс істеп, немесе вахтада жұмыс істеп, 7-де келіп, үйге нан-панды әкеліп
отырып сериал көретін адам емессің ғой, ондай күйеу емессің ғой дегенім ғой. Иә, мен басында айтқам, бірақ менде амбиции, менде типа не дейді, величие, величиеға ұмтыламын. Блин, обычный бета күйеу емес. Иә, мен артымдан бір нәрсе тастағым келеді, артымнан вообще үлкен нәрсе қалғанын қалаймын. Мен великий адамдардың бірі болғым келеді өмірде. Ал величие требует очень много времени и очень много работы. И ондайға дайын болу керек соған әйелдері, я так считаю. Вот. Иә, сосын мен Марғұлан Сейсенбаевтың әйелін зерттей бастадым. Сенің типажыңдағы, это было там 1 жыл бұрын ғой, сен типаждан бүкіл еркектерді емес, әйелдердің отношениясын. Оның ішінде жаңағы Нұрсымақ та бар, Шарипов та бар, короче, кім бар? Солардың блогтарын көріп, как они думают, қалай они решают конфликты. Бәріне примерно сондай екен, короче. Сөйт, анан интервьюсын көрем, олда да внимание жетпейді, даже бала бағуға да, короче, не жоқ. Стандартный отбасы емес, короче. Сол жағынан более-менее легче стало. Вот, нестандартно, кішкене нестандартно, бірақ қазір мысалы жайлап енді үйдегілерді біз үйде көмекші болғанға, жаңағы няня болғанға, тағы басқасына біртіндеп үйреніп отыр ғой, мысалы. Осы бойынша мені сондайға жайлап жаңағы алып келген, біртіндеп сен алып келдің ғой, енді негізінде былай няняға, анаға, и типа как это, типа қалай алып келдің, как ты это осознаешь, қалай ол қазір әсер етіп отыр өмірге? Өзің көріп тұрсың ғой. Иә. Бір айдың ішінде 6 айда жасалмаған результат жасадым ғой мен. Иә, өйткені няня көп уақытыңды босатып алады. Иә, оған дейін мен үйде жүрдім ғой, до этого типа мен айтатын едім ғой, мен что-то не то болып жатырмын, мен жинаймын, тамақ істеймін, анау-мынау, мен өзім жаман бір түрлі сезініп жатырмын деген секілді. Мен түсінемін да, то что тоже әйелдер болады ғой, бөлінеді, біреу бытқа жақын, біреу жұмысқа жақын деген секілді ше. Мен білімге жақын, мен өзімнің цифрологиям зерттей бастадым, короче. А кстати, достар, Саяттың цифрасын білгеннен кейін, 7 екен білгеннен кейін, вообще легче стало. Типа, бұл не үшін қызғанбайды, бұл не үшін бүйтіп өзін ойлай береді, бұл не үшін немесе бар қылады, немесе жоқ қылады деген сомнениелер болатын еді, түсінбеушіліктер. Уже сен түсінгеннен кейін бұл кісіге признание керек, тек сен күштісің, лучшысың, арыстансың. Бүкіл жігітке сондай сияқты, мне кажется. Басында мен ол сөздерді өзімді қинап айтқызатын едім. Непривычно, өйткені маған сен де жаным деп айта алмайсың ғой, мысалға. Да, есть такое, ребята. Сөйтіп, бірінші айтып, сосын уже ары қарай адушы шыға бастады ол сөздерменен, шынайы. Басында сөйт мен сездім. И смотри, осы жерде мен жаңағы блогерлерді көріп жүрдім ғой, әйелдер бәрінің үйінде нянясы бар. И ол маған миыма жайлап түсіпті ғой, оказывается, кейін ойласам. То, что это норма. Иә, просто жаңағы үйде енді няня болуы, көмектесу маған нормально, по идее. Бірақ біздің әке-шешемізге бағана айтып отырмын ғой, әке-шешеміз нан рұқсат бермей жатыр жаңағы. И мен әке-шешем кәдімгі қарапайым әке-шеше, мен оны тыңдаймын. Жасым қаншаға келсе де. Иә, тыңдағанда олар маған бірақ қарсы келіп, мынандай нәрсе деп қатты не істемейді. Маған полный воля. Бірақ сонда да жоқ, үйде енді мен барым, мамашкам айтады да, мен барым, әйелің бар, енді өзіміз істейміз ғой, мыналардың бәрін дегеннен кейін мен солайынан жүретінмін. Бірақ жаңа мамашкамның ауырғанына байланысты, в основном соған байланысты үйге көмекші де алдық та енді. Серуен еще мен көп қимылдай алмаймын. Иә. Себеп болды ғой. Иә, сондай бір сонымен. И бірақ это было очень крутое решение. Әдемі мықты решение болды. И қазір біз нянясыз не представляем. Қорытындай етейін да. Ол кісі келгенше жүрген ондай адамдар. Мен сестренкам келген, айна бір жинап кеткен, пасто жуатын адам келген жайлап, негіз ноткалар болған ол нәрсенің ше. Бац етіп келіп ондай келе салған жоқ та. Сосын мен Алла тағаладан тіледім. Жаңа вакансия жіберіп жатқан кезде, Аллам бізге жақсы адам жіберші, өйткені адам ауыстыра берсең атаға да ұнамайды. Сөйтіп бізге жеңілдігін беріп, жақсы қыз келді, короче, көмектесетін жан жақта.
Вот. И мен сол нәрсені келген кезде мен саған тоже инсайтыммен бөлістім. Менің ойымда жаңа тамақ істелмей қалды, мамама ренжіп жатыр, үй жинамай қалды. Анау мынау деген өте көп нәрсе болады ғой. Соның барлығы, короче, жабылды ғой қалпақтары. И мен байқадым 50% энергия менде кетпейді. И маған идеялар келе бастады ғой, мынаны түсірем, бүйтіп сатам, мынаны жасағым келеді, контентке идея келеді деген секілді. Иә, бір осыған дейін, енді оған дейін де біраз нәнелер бүйтіп ауысып жүрді ғой, бірақ осы кәдімгі тұрақты түрде болды. Соған дейін сен үйде отырып қалдың, развитие болмай қалды, жұмыс онша істемей қалды, жұмыс істемей қалдың, и онша емес, депрессивный стресс, осындай состояние болатын еді. А қазір екіқабат болса да үйде нәне болғаннан кейін жұмыс жасап, мысалы қанша бір 2,5 миллион таптың ба сен, допустим? Иә, январьда. Иә, мысалы нәне былай, если по бизнес ретінде қарайтын болсақ, бизнесовый мышлениемен қарайтын болсақ, сен 300 мың теңге няняға, и сен зарабатываешь зато 2,5 миллион. Прикиньте? 10 есе ма? Иә, 10 есе. Сен зато сол уақытта там 10 есе көп табасың. Еще ол 24 сағат емес, няня там 6-ға дейін по-любому баламен де уақыт өткізеді деген сияқты. И осы нәрсе мамамен де отношением жақсарды. Ренжімейміз ғой өйткені бір-бірімізге. И мен мамаға түсіндірдім ғой. Бұл моментте негізі бұл ғана емес та. То, что мен білімнің адаммын, короче. Мен сабақ берім келеді, мен жұмыс істегім келеді. Мен лучше сізге махаббатымды өйстіп көрсетем. Жаңағы вниманиемен, сыйлықтармен, сондай бар емес пе ше? Үстіп жүрсем, мен махаббатымды бүйтіп үйді полностью тазалап қойып, махаббатым ондай емес та, тілімше, менікі подаркамен. И сейчас все налегке. Сен махаббат тілің, сенің махаббат тілің, махаббатты беруің подаркамен ба? Үйдегілерге. Үйдегілерге в целом, я андай ғой, ол қымбат зат емес, обязательно. Ол мысалы естіп қаламын, айтып қалады. Сол кезде сол нәрсені түртіп алып, там алып беру да. Иә, мысалы осы айда, бүгін, соңғы айда наушник подарок еттің мамаға, киімдер кетті, там ақшалай бір нәрселер. И менің әке-шешем ғой, менің әкеме тоже киімдер. И типа, это очень типа вообще үлкен приятно. Мағанға бергеннен қарағанда менің әке-шешеме беріліп атқан 10 есе күшті, и ол менің махаббатымды саған деген сонда арттырады. И типа ойлаймын да, мен махаббат деген ол ше бүйтіп түріне қарап, и болды жақсы көріп қалу емес, какой-то бір действиеге жақсы көру сияқты, мне кажется, по мне. И типа сондай әрекеттерің менің махаббатымды қаттырақ арттырады екен. Мен ол сен үшін істемеймін негізінде. Иә, вообще сен әшейін от души. Мен чисто мама үшін істеймін, қайталаймын дегесін ба. Әлі рилс шықпады, текст дайындағанмын ғой негізі мамаға ше. Осында мен блог бастап атқан кезде, особенно TikTok, көп хейт кеткен ғой. Мама сонда сен келінің бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр, мынаны айтып жатыр деп ше. Сөйтіп мама маған басын ұрсатын еді да, не деп айтқан едің деп. Сөйтіп мама сәл шыдай тұрыңызшы, өтініш, кейін осының жемісін бірге көреміз деп айтқам мен. Содан бастап полный мама мені поддерживать етеді. Вообще ешқандай сөзді маған естіртпейді, қорғайды. И контентің түсіріп ал, шаршап қалдың ба, мен серуенге қарай тұрайын. Серуеннің өзі мысалға қарап атқаның өзі үлкен көмек қой. Конечно. Вот сол поддерживать еткеніне мен благодарность қой. Ол кісі болмаса мен жұмыс жасай алмайтын едім. Иә. Вот махаббат тілі деп жатсың ғой. Махаббат тілі қалай сонда? Махаббат языки любви туралы. Мысалға мелочь, мысалы сен оранжевый түсті жақсы көресің. И менде просто менікі емес оранжевый түс, и мен осындай типа, как бы саған да емес бұл. Типа сондай да, короче. Мини, короче. Окей. Жоқ, махаббат тілі деген негіз махаббаттың 5 тілі болады вообще. Поддержка, біреулерге поддержкамен өтеді махаббат. Біреулерге уақыт бөлу, сыйлық беру, обнимашки, құшақтау, 5-шісі Саяттың махаббат тілі агрессия. Қалай сонда? Сондай ғой. Сен жақсы көретін адамдарың ғана ұрсарсың ғой. Иә. Ол есть такое. Басында сол агрессиясын мен ұрсып жатыр деп қабылдайтын едің ғой сенкін. Сөйтсем ол сен жаңа ұрсып атқан кезде жаның ашып, короче, ұрсасың да, бүйтіп неге бұлай істейсің, анау мынау деген сияқты ше. Ал егер сен адамға бәрібір болатын болса, сен екі қойын бір сом да, короче. Вот.
иә сол үшін мысалы махаббат тілін біліп алатын болсаң егер сен екінші адамның өзіңнің онымен уже сен оған сыйлық беруге или оған оның махаббатыңды білдіруге жеңіл болады екен. Оказывается, типа мысалы әке шешеге менің әке шешеме махаббат тілі ол поддержка екен. Екеуін беремін мен. Ол тек сыйлық емес. Ол екіншісі маманікі не внимание аудару, сөйлесу, несін сұрау, ойын сұрау. Ұнап тұр, ұнамай тұр. Сол екеуін беремін мен. Ол тек қана сыйлық беріп болды емес та, короче. Ал атаның ата көресіз ба? Атаның ең мықты лучший екен айтып отыру, короче. Тек сіздікі дұрыс. И арасында шынымен ата да жақсы көреді ғой подаркілерді. Иә, махаббат тілін білетін болсаң, онда в кайф болады да өмір сүру. Сен махаббат тілін қандай? Маған ба? Маған қалай ұнайды ма? Қара, жоқ, сен қалай білдіресің? Махаббатымды ма? Иә, сен мысалға құшақтап, сүйіп, жоқ сенде ондай вообще. Мен махаббатымды 4 жылда енді жаным күнім деп айтпайсың. Сөз деген бар екен, 5-ші сөз. Онша айтпайсың. Сыйлықтар дегенде Саяттың сыйлықтары либо бар, либо жоқ қой, короче. Типа алса маленький қылып бермейді да, типа сразу бац етіп крупный қылып ұрады. Крупный қылып, бірақ енді сол крупный қылып ұрғанның кейбір зиян жері то, что ол ұзақ болып қалуы мүмкін. Мысалы мен постоянно гүл беріп тұрмаймын да, бірақ үлкен бір нәрсе бірден бере салам. Типа, білмеймін, ол туған күнде болуы мүмкін, жаңа жыл болуы мүмкін, или тағы басқа нәрсе вообще әшейін. Ал бұл енді кейде жақсы, кейде былай болуы мүмкін. Айтсаңызшы, енді сіздің махаббат тіліңіз қандай? Саған да? Ол саған махаббат тілім уақыт пен сыйлық қой. Мен кішкене осыны уже уақыт бөліп атсам, это уже типа күшті деп ойлаймын мен, уже жақсы деп. Жарайды. Ал менікі ше? Қалай сенікі? Мысалы, сен маған қалай махаббатыңды білдіресің? И типа мен қандай керек маған? Мен махаббат тілім қандай мен? Мен саған махаббат тілім полный физический. То есть массаж болсын, сөйтіп болсын бар емес па ше? Сені жақсы көргеннен кейін жаңағы поддержка менікі, мамалар жақ үйді бар емес па ше? Сөйтіп білдіремді, тек саған емес. Негізі біздің отбасыда енді мысалы бизнес деген сияқты отношениямен де жұмыс істеу керек қой негізі. Постоянная работа в отношениямен негізі, чтобы было все классно деген. Но біздің семьяда, біздің отбасыда отношениямен көбірек неғып қылады. Динара жұмыс жасайды, Дикош жұмыс жасайды. Сөйтіп мен психология көріп кеттім ғой, Сая. Сол отношениямен көбірек неғып жұмыс жасайды. И реально там күшті. И типа осы бойынша қалай сен жұмыс жасайсың, қандай там психологтардан қалай, и қалай андай ортасын ұстайсың осы моменттерде. Сен мысалы кейбір кезде қуып кетеді ғой осы моментте. Біреулерді көріп, маған қарау керек, маған бүйту керек, мен үйде бүйтпеуім керек, мен үйде үйтпеуім керек. Жаңағы сондай бір қуатын әңгімелер ғой, нәскиін жумау керек деген сияқты бір осы моменттерді қалай реттеп отырсың? Мен айта аламын, то что Қазақстанда сатылып жатқан бүкіл эксперт блогерлердің курсын алғам мен. Атын айтам ақ қояйын. Отношения бойынша ма? Иә, отношения, психология. Ютубта көп сөйледі, тегін деп бар емес па ше? Бірақ мен сол жақтан өте көп нәрсе көріп тастағам негізінде. Кәдімгі психотерапевттердің сабақтары. Сөйтіп жаңағы психологқа өзім барамын мен. И осының барлығы сен зерттеу үшін ғой, негізі. Сенің қандай адам екеніңді, қалай дұрыс жұмыс жасау керек, сенің формулаңды, и менің формуламды, короче. Соның білген арқасында болып тұр. Бірақ арасында болды, то, что это было давно. Типа курсты айтқан бірге бір істеген момент, короче. И ол во вред кет қалған, короче. И мен ұрысқан ба осыған? По ходу. Мысалы, бірақ мен исправить етіп отырамын. Андайда кейбір любой үйдің өзінің тәртібі болады, любой үйдің өзінің құндылығы болады. И сен кеп қаншана психологиядан алған какой-то бір біліміңді тура бірдей қылып пихать ету кейде дұрыс емес. Сен біріншіден ең бірінші дұрыс эксперттен көру керексің, оқу керексің, білу керексің. Одан жаңағыдай не знаю, там үш күйеуімен ажырасқан біреуден қалай күшті семья құру керек екенін үйреніп керек емес. Білмеймін,
біреулер бар да просто сөйтіп кетті қуатын қуып кету керек емес, бірдей алу да керек емес бәрін. Бәрібір әркім өзінікінен турлап ортасын шығару керек деп ойлаймын мен. Мен бірде бір көшіріп күйдім мен. То что мен опытымда болды. Олар әдейі асыра сілтеп айтып жүреді, мысалға ше, эмоциямен, бірақ ол сенің отбасыңа келмейді. Сондықтан да аласың, фильтруешь, келеді ма, келмейді ма, керегін ғана қолдансаң жақсы. Мысалы, енді көріп отырсыңдар ғой, бағанадай Динара осымен жұмыс жасап, бағанадай не істеп жатыр ғой, бірақ айтып отырмын ғой, из-за этого мен всегда айтатын тұғым, кейін Құдай қаласа екеуміз подкастта отырамыз, осындай подкастта, либо подкастқа барамыз әлі талай жерге. Вот сол кезде мен айтамын, сендердің семьяларыңның күшті осындай болуы, құпиясы неде деген кезде, мынада деп айтамын, мына кісіде, осы кісінің арқасында осылай отқанымыз деп айтатын едім мен, деп айтамын да қазірде, реально. Вот. И просто осымен жұмыс жасағанда шынымен ше. Мен былай түсіндім ғой. Короче, сен менің ең реттеуші адамсың, бірақ оны сен осознанно істемейсің. Ұрсаң, бір нәрсе бермесең, бір нәрсе позволять етпесең, зема үйретіп жатсың деп қабылдадым мен. Короче, ең самый главный учитель. Сөйтіп, бұл нәрсе болып қалады, басына психологпен жұмыс жасағанда бұрынғы ситуацияларды алатын едік та біз. Сол кезде ұрысқасын, прорабатывать етіп деген секілді. Ал қазір мен уже мынандай жағдайға жеттім, прошлойдың барлығын қопарып тастадым, реттедім. И уже екеумізде сәл не то немесе бір нәрсе болып қалады, мен сразу сол жерде шешемін да, психологпен ше, осындай ситуация болып қалды, не істесем болады, қалай айтсам болады деп ше. И сондықтан да мен саған сол үшін әр кезде жаза салуым да, звондай салуым да содан. Бізде одан кейін жаңағыдай көп конфликт болмайтын себептерінің бірі, біз в моменте сразу сөйлесеміз, сразу айтамыз. Мен осылай ойлап тұрмын. Кәдімгі, типа кейбір кезде ол кішкене білмеймін, бір дұрыс емес ой болса да, дұрыс болса да, мен осылай осы жерде осылай ойлап тұрмын мен. Осылай сезіп тұрмын деген сияқты нәрсемен. И біз над этим работаем, решаем. Из-за этого, может, бізде қатты ондай үлкен конфликттер болмайды в целом. И мен бұл кезде нені үйрендім мен? Дұрыс сөйлесуді, дұрыс информация жеткізуді. Мысалға бар емес па, саған кішкене бір нәрсені басқаша жеткізсең, сен агрессия кетіп қаласың да, короче, бар емес па ше. Сондықтан да как соны үйрендім. Бір жыл үйрендім ғой мен, Саят, соны ше. Қиын болды маған. Сөйтіп үйреніп қалдым. И біз кездеспей жүріп, мен жинап жүретін едім да, бір ай бұл қазір осыны айтамын деп ше. Сөйтіп момент келген кезде айтамай қаласың да. Сондықтан мен Саят сөйлесуіміз керек, или жаз жерем, звондаймын, осылай сезіп қалдым, короче, осы жерде осындай болған еді. Мен сосын мен өзімнің қателіктерімді мойындауды үйрендім. Ты этого ненавидишь же? Жасырып тұрсаң ше. Саят, мен осы жерде реально қателестім, дұрыс емес деген сөз айтуды үйрендім. Вот, солай, короче, онша қатты ұрыстың алдын алу этаптары ғой. Кстати, Дикош ТикТокта қанша сенде подписчик? 113 мың. 113 мың подписчик, неқта Инстаграмда блог жүргізеді, почти Құдай қаласа 2 баланың анасы, келін. Кстати, келін болғанда вообще қандай нені ұттыңдар сендер? Қазақстан ұлттық телеарнасының тату-тәтті бағдарламасы, ене мен келін. Ойлаңдаршы да, менің анам мен менің әйелім Қазақстандағы ең лучший республиканский Қазақстан телеарнасында өткен Қазақстан бойынша бүкіл ене мен әйелдердің қосылған жарысынан жеңімпаз болған. Ойлаңдаршы да, менің әйелім ең номер 1 әйел болып считается, типа осы бір моментте. Вот. И бізде, Құдайға шүкір, бәрі осындай, Аллаға шүкір, біз осылай әңгіме айтамыз, осылай отырамыз, екі қалада жүрсек те, это типа возможно дегім келеді да, просто адамдарға ше. И бағанадай ғой, случайларда сен келгеннен де одан ешқандай минус болып жатқан жоқ, ешқандай одан не болып жатқан жоқ. Негізі үлкен роста келіп жатыр. Шын айтайын. Үш нәрсе бар еді. Сен жоқ кезде, короче, мен өзімнің ішкі стерженімді қалыптастырдым. Сөзіңе жауап беру,
мысалға жылап қалмау. Екіншісі, мен өзіме жаңағы көп әйелдер болады ғой, өздерінің күйеулерінің финансовый зависимый болады, барлығына көнеді деген секілді ше. Сол кішкене шешіліп жатыр да, то есть онша қатты не емес, ол уже уровень жоғарылап жатыр деген отношенияда. Сосын үшінші нәрсе бар, тоже эмоционально жөндедім. Мен ойлаймын, осы нәрсе жөнделгеннен кейін менде де сенде де уже үй тезірек бітіп, тезірек не алатын сияқтымыз біз. Сөйтіп қабылдадым да мен. Екеуміз де белгілі бір уроктан өткеннен кейін барып қана тез жүреді процесс, короче. Бірақ мысалы мен Динараның жаңа блог жүргізгеніне, тиктокта бір нәрселерін яғанына, анау-мынауларына типа спокойно относиться етемін. Сабақтарға барғанына, оқығанына, там не знаю, жұмыс істегеніне, и типа это хорошо деп считаю. Мынандай нәрсе ғой, типа обычный күйеулер рұқсат бермейтін заттар сен рұқсат бересің да, ал рұқсат беретін заттарды наоборот қой. Түсінің ба? Біреулер сен жүргізбе, ойбай, анау-мынау деп айтады, ал саған, ну как бы норм. Өйткені сол салада жүрсің. Ал сол жағынан маған было очень легко. Типа, онда қысым жоқ да менде, короче. Я думаю, просто развиваться етуге, жұмыс жасауға вообще в чем проблема? Думаю, ешқандай проблема жоқ деп. Бізде де андай ғой, бұяқ тапса, енді қалағанын істесе болады. Жаңағы мен мамама әперіп жатқан сыйлықтар мен әпер деп жатқан жоқпын ғой. Өзі алып жатыр деген сияқты может быть, и типа өзінің ақшасын өзіне құрта алады. Пусть зарабатывает, пусть өзіне, ал бүкіл отбасының финансы, азық-түлігінен бастап тағы басқасын бәрі ол менің мойнымда. Бірақ бұл мысалы да әйеліне ақшаны беретіндер немесе әйелінің тапқан табысын ол қайға құртады бәрібір. Мен ойлаймын да, ол қайға құртады, ол өзіне құртады, одан кейін үйге құртады бәрібір. Бала-шағаға, үйіне құртады, оны не істейді басқа по-любому. И рұқсат беру керек өзінің ақшасын құртуға. Вообще тиіспей деген сияқты. Мен басқа представлять етпейді екем. Ол типа банально и правда ғой. Білмеймін басқалар қайға шығаруы мүмкін екенін в целом. Вот. Мысалы, кстати, тағы, мысалы бүгін қазір ашамыз ғой енді. Бала ма, қыз ба? Наконец-то. Білеміз, осында бір жыр болған біздің. Не осындай гендер пати істейік дейді. Менде выбор болды ғой, Саят. Біріншісі тотально ренжіп қалу. Типа істемейміз, болды, туылған кезде бәріміз білеміз деген сияқты. Мен өзім ғана білем деп бар емес па? Ол кезде хоть мен ұттым, мен ұтылам. Как мен соны іздедім, как мы можем екі жақты да ырза қылып істеуге бар емес па ше? Сөйтіп мынау мысалға сен тоже басында онша қатты не алмадың ғой енді. Пусть заплатит дедім. В общем, ребят, гендер пати істейік дедім. Мен негізі мақұл, окей деп тұрғам. Мен даже придумал, қалай істейтінімізді ше. Но біздің үйдегілер қарсы болғаннан кейін, окей, мен де просто андай да алдын ала көрсетіп, деп айтып жарқырап, бала әлі өмірге келген жоқ шынымен. Аман есен босанып алса, соның өзі болды сол ше. Енді бәрі контент үшін болып кетпеу керек та. Контент деп не істеп кетпеуіміз керек қой. Сонымен маманың айтқан, мен әке-шешемнің, папаның келісіп сөйткем. Бірақ сонда да ақыры осындай бір нәрсе істейміз деп шештік қой. Мынаның ішінде, короче, типа не бар? Цепочка алтын. Ван Клифф. Бала болса қандай цвет болады? Ақ. Бала болса ақ, қыз болса? Қызыл. Қызыл цвет болады екен. В общем, осындай бір рилс жіберді ма, минимум осындай болу керек деп істейміз деп. Сонымен мақұл дедім, в общем, бопты. Сөйттік тағаны осыны алдық. Мен параққа жаздырып алдым, ол парақ мен еще 2 ай тұрды. 2 ай тұрған парақ, в общем, вот. Бәрібір әйтеуір өзінікін істеді ғой, қыздар, бәрібір әйелдер өзінікін істетеді, бәрібір істеді ғой енді былай дегенде. Бірақ әйтеуір жай на минималка. Мысалы ойлаймын да, шар жарасың ғой. Ма пайда жоқ қой одан. Мына алтын, білмеймін, алтын неғып алтынға қызығасыңдар, неғып алтын ала береді, жинай бересіңдер. Осы нәрсені комментарийға жаза кетіңіздер. Қыздар ма? Қыздар жазсын ба? Неғып білмеймін, алтынға там алтын жинай бересің, ала бересің. Жинай бересің дегенде бұл бірінші эмоция береді. Мысалға, допустим, басына мысалына 585 пробама, одан кейінгісі бар 701 бәле деген. Өсе береді бұларда, короче. Машина сияқты ғой бұл да. Әркімнің семьясы, политикасы әртүрлі ғой. Мысалы, сен нестандартный күйеусің.
жаңа тақырып ашылмай қалды. Жаңа бизнес-блогер, миллионер жігіттерге күйеуге шыққысы келетін қыздар, вы должны быть готовы на то, что ол кісінің сенімен жүруге мүлдем уақыты болмауы мүмкін. Мысалға, внимание беруге. Біріншісі, внимание аз болуы мүмкін. Иә, бытқа мүлдем внимание болмауы мүмкін. Там типа бір нәрсе сынып қалды, барып ол жөндемейді деген секілді. Басында тоже ренжитінен, не үшін Саят келіп там жөндемейді деген секілді ше, но оның барлығы жаңағы решается, делегируется, ол екіс деген зат бар. Мысалға, сөйтіп өзім істеймін, бірақ істетемін біреулерді, очень по-любому. Сосын менде то же самое и я, короче. Мысалы, екеуміз әшін бүйтіп қосылған жоқпыз ғой. Бірдей ойланғаннан кейін примерно қосылып. Мен де стандартный келінге жатпаймын мен, короче. Вот. Тоже сенің менде де мысалы делегировать ететін бітті адам бар. Менде мысалға лучше мен адамдарға білім бергенім жақсырақ та, мен содан кайф алам, короче. Қазір мен мүлдем напрягаться етпеймін. Бір нәрсе айтқым келіп жатқан. Көбісі айтады, типа, екеуің күшті қосылғасыңдар ғой деген секілді ше, вам так повезло, бала-шағаларың анау-мынау. Мен айтқым келеді да, мысалға, сен менің күйеуім ретінде сен маған құнсыз заттар бересің. Қазір оны түсініп кетем. Ал мен сенің әйелің ретінде мен де саған құнсыз заттар берем. Басқа ешбір адам бере алмайды ол заттарды. Мысалға, мен Саяттың наставничествосы 5 миллион теңге тұрады. Мен ол маған тегін. Мен любой момент, білмеймін ғой анандай, мен анандай наставник, мен күйеуімсің да, оның ішіндегі наставник, брат, отец, друг кете береді, короче. И мен бүйтіп ойлаймын да, жаңа қыздар айтады ғой, мен Саяттікін алып алдым дейді да 5 миллионға. Бүйтіп қарап тұрамын да, мен де ала аламын ғой. Короче, и мен любой момент звондаймын, шынымен Саят осындай деватор, короче, не істеймін. Саят айтады, үйт дейді, короче. Сразу решениесін береді. А ол на самом деле құнсыз зат қой ол. Ең ерке студентің мен шығармын. Ерке. Студентім, ассистентім самый главный өмірдегі. Мына, сен бере аласың, үйрет аласың, оны ешкім бере алмайды маған. То же самое мен саған әйелің ретінде, мысалға, мама папалармен тұрған кезде олардың жаңағы несі, атмосферасы, бала-шаға, оны ешкім бере алмайды ғой. Ол вообще құнсыз ғой, мысалға. Бала-шаға. Сондықтан да анандай да қалай айтсам болады екен. Бұл жерде сен менің бірінші күйеуімсің, потом ары қарай кетеді да, короче. Осыған енді жаңағы уақыт бөлмеу несін айтып кетейікші. Көп қыздарда, көп балдарда байқайтыным, көп кәсіпкерлерде жұмыс жасайды. Бағанадай қатты осы проблема болады ше, уақыт бөлмеу деген. Әйелдерінен, қыздарынан уақыт бөлмейсің, осыған байланысты көп ұрыс болады. Мен сосын барып, мен саған даже айтқаным да сол ғой негізі. Просто сөйлесу үшін ғой. Қайсына? Сен маған тапсырмалар берші деп ше, отчет сұраш дегенім негізі сол внимание ғой негізі. Мен оны неосознанно жасаған екем. И просто ондай болған кезде сондай бір жігіттермен, которые жұмыс істейтін, егер сен әдемі бай өмір сүргің келетін болса, онда осындай моменттерге де кішкене спокойно дайын болып қарау керек та. Ал сен сюсюкаться етіп, деп бірге жүргің келетін болса, онда типа ондай бай, ондай күшті там виллада тұрып, мынандай бір жүру деген нәрсе болмауы мүмкін деген дейді ол ше. Оны да совмещать етіп жатқандар бар шығар, бар, табылады всегда. Бывают разные люди. Мен бұлай жасайтын болдым, өмірді қинамайтын болдым. Бұрында сен қашан звондайды деп жүретін едің ғой. Сен звондамайсың. Ренжимін соған. Алам да, өзім ақ звондайсың ғой. Болды ғой. Осы нәрселерді неғып қиындатып жүретін ше. Кейбір там қыздар. И одан ол жаман болып жатқан жоқ, түсініп тұрсыңдар ма осы моментті, короче, ребят, мен шынымен подарка мен күніге апта сайын гүл бермеймін, это точно. Өзім звондап, уақыт, бүйтіп жүрмеймін, сусюкаться етіп, ертерек барып үйге, әңгіме қылып, не істемеймін, если честно, да. Но это не говорит, что я не люблю дегендей, да. Это не говорит, что мен жақсы көрмеймін емес ол, вообще. Окей, ребят, давайте, бүгінгі подкасттың соңы.
білмеймін, мен негізі эмоция бере алмаймын ше, эмоция бере алмаймын мен, Былай қатты деп емес енді. қатты емес, и мына жерде де, мне кажется, сен қалай ойлайсың? Мен ойлаймын, бала сияқты. Мен Сен ойлаймын өзің ощущениең. қыз сияқты. Қыз сияқты. Енді мен кішкене мен көтеріп жүргеннен кейін сәл чувствовать етемін ғой енді. Иә, чувствовать етеді. Формасына бүйтіп қарап, но 100% емес. Подкасттың соңы, бүгінгі подкастты жаңағы гендер патимен аяқтайтын боламыз. Мен бала деп ойлаймын. Мен қыз деп ойлаймын. Иә, в общем, бірақ енді көтеріп жүрген бұл кісі. Жоқ, сен қыз болса, допустим, ощущенияларың қалай болады мысалға? Бұл күшті болады. Маған ше, вообще, маған аман-есен туылса болды негізінде да. Просто ойлаймын бала деп. Қыз болса да вообще қуанатын едім. Кеттік онда, мін саған мына алтын ашасын, ақ болса бала, қызыл болса қыз. Кән, бірге. Ребят, реально бірінші рет көреміз қазір, бізде білмейміз. Сосын кешке мамаларға айтамыз. Мамаларға кешке айтамыз. Қалай көрсетейін, бүйтіп ашамын мен. Ашта, давай. Сен көр бірінші. Білдім ғой мен. Мама да біліпті ғой, Серуен 2 жыл айтып жүрді ғой, кім болатын. Серуен айтып жүрді ма? Қыз, ребята, қыз. Мен 90%-ға не алып жүрдім. Мен вообще өзгеретін шығармын енді. Я хотела, сол қызды хотела. Қыз, құтты болсын ал. Менің қызым болады, құдай қаласа. Блин, ребят, рахмет. Бүгін подкаст отношения туралы, біздің отношениямыз өзіміз таныстырдық, біз парамыз, в общем. Ребят, келесі болған қаласандар, сұрақтарыңды жазыңдар, кері байланыс білдіріңдер, кері байланыс егер көп болатын болса, реально қаласандар, мы можем екінші выпуск түсіруге, сендер қойған сұрақтармен, қалаған сұрақтардың бәріне жауап беріп. Что было интереснее, да, всего? Вообще, бұдан да там интереснее можем снять. Реально там ішке қарай кіріп, көп нәрсе айтуға болады ше. Пока то, что есть, короче. Бұл подкастта, короче, мысалы, глубина болса, қатты арасында кірдік. Типа, процентов на 20 десек болады. Ағарай көп нәрсе бар негізінде, тоже айтуға болады отношения бойынша. Вот. Рахмет бәріне, ребят, подписаться етіңдер, достарыңа, таныстарыңа, параларыңа жіберіңдер. Келесі кездескенше сау болыңдар, ребят. Барлықтарыңызға махаббат тіледім.